Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен өте дәмді, енді керемет болып шығатын борщтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Енді борщ жасай алмайтын әйел жоқ деп ойлаймын. Бірақ та бізде жаңадан түскен келіндер, жас қыздар бар. Осы видеоға қарап қиналмай жасасын деген ойда түсірдім. Енді борщты әр отбасы әртүрлі тәсілмен жасайды. Біреу асып жасайды, біреу қуырып жасайды дегендей. Енді бұл жерде мен өзімнің қалай жасайтын рецептімен бөліскім келіп отыр. Әрдайым отбасыма ұнайды, өте керемет болып шығады. Сол себепте де сіздерге осы рецептпен бөліскім келіп отыр. Бізге ең алдымен ет керек болады. Кесе ет болса да болады, сүйекпен ет болса да болады. Енді өздеріңіздің отбасыларыңызға шақтап, етіңізді ыдысқа салып, үстінен салқын су құямыз. Енді осы етімізді пешке қоямыз. Ең алдымен үлкен отқа қоямыз. Тұзымызды да салып аламыз. Басында бір қасық қана салыңыздар, артынан кейін тұзын татып, тағы да қосатын боласыздар. Ең алдымен үлкен отты қайнатамыз. Көбігі шыққанда көбігін алып, пешіміздің астын басып, етімізді 2-2,5 сағаттай жұмсақ болғанша қайнатамыз. Енді етіміз піскенше борщымызға қосатын көкөністеріміз дайындап аламыз. Борщқа қосатын көкөністеріміз капуста, қызылша, сәбіз, сарымсақ, пияз және картоп керек болады. Бұл жерде сіздерге нақты мынандай қосасыздар деп айтпай қойын, өйткені біреу үлкен отбасы болады, біреуі отбасыда 3-4 адам болғандықтан өздеріңіз көз мөлшермен жасайсыздар. Мен енді 3,5-4 литрлік қазанға бір үлкен сәбіз, бір үлкен қызылша, 3 тіс сарымсақ, бір үлкен бас пияз, 3 картоп және жарты капуста қостым. Осындай көкөністеріңізді осындай ұсақтап соломка қылып турап аласыздар. Өте қатты үлкен қылып турамаңыздар, осындай ұсақтап турасаңыздар өте дәмді, енді күшті болып шығады. Міне барлығын осындай соломка қылып турап аламыз. Ендігі кезекте табамызға сұйық майымызды құйып, сұйық майымыз қызыған кезде ең алдымен сарымсағымызды қуырып аламыз 1-2 секунд. Одан кейін пиязымызды салып, пиязымызды да сап-сары алтын түстес болғанша қуырып аламыз. Міне сарымсақ пен пиязымызды әдемілеп сап-сары қуырып алдық. Ендігі кезекте сәбізімізді салып, сәбізімізді жақсылап араластырып алып, бетін жауып, тағы да бір 10 минуттай қуырып аламыз. Сәбізімізді 10 минуттай қуырып алдық. Ендігі кезекте қызылшамызды салып, қызылшамызды 10 минуттай қуырып аламыз. Қызылшамызды да 10 минуттай қуырып алдық. Енді осының үстіне бір ас қасық қант, жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш салдым. Жақсылап араластырып аламыз. Енді 2 ас қасық томат саламыз. Томат пастасын саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте 9% уксус қосамыз. 2 ас қасық уксус қосамыз. Сонда біздің борщымыз кішкене мынандай бір қышқыл дәм береді, өте дәмді болып шығады. Сол себепті міндетті түрде уксус қосыңыздар. Жақсылап араластырып, бетін жауып, 10-15 минуттай бұқтырамыз. Тағы да 10-15 минут өткеннен кейін 200-250 мл жаңағы біздің сорпамыздан алып, осыған қосып, тағы да бетін жауып, 10 минуттай бұқтырамыз.
Біздің етіміз де пісіп дайын болып қалды. Енді етімізді бөлек ыдысқа салып аламыз. Бұл етімізді біз бөлек турап алып, ең соңында біздің борщымызға қосатын боламыз. Етімізді бөлек алып алғаннан кейін сорпамызға 2 лавр жапырағын, картопымызды және капустамызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, 10-15 минутқа бұқтыруға қоямыз. Біздің мына көкөністеріміз де пісіп дайын болып қалды. Мен осылай жасаймын. Сарымсақ, пияз, сәбіз, қызылшасын бөлек қуырып аламын. Томатын барлығын салып қуырып аламын. Сонда өте дәмді болып шығады. Енді дайын болған осы қызылшамызды, сәбізімізді қайнап жатқан сорпамызға қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Осы кезде тағы бір тұзын көріп жіберіңіздер. Егер тұзы аз болса, осы кезде тағы да тұзын қосып жіберсеңіздер болады. Жақсылап араластырып, бетін жауып, картошкамыз бен капустамыз толық піскенше тағы да бір 10-15 минуттай қайнатып аламыз. Картопымыз бен капустамыз толықтай піскен кезде жаңағы асылған етімізді турап дайындап алдық. Соны осы сорпамызға қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып, отымыздың астын өшіреміз. 15-20 минутқа қалдырамыз. 15-20 минуттан кейін борщымыз кішкене суыған кезде өте дәмді болып шығады. 15-20 минуттай өтті. Міне борщымыз дайын болды. Енді отбасыларыңызға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, керемет болып шығады. Мен осылай әрдайым осылай жасаймын. Егер де сіздер осылай жасап көрмесеңіздер, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер менің рецептім ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Менің арнамда көптеген рецепттер бар, сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.